Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге сірненің жасалу жолын ұсынатын боламын. Етіңіз жұмсақ болсын десеңіз, видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге сиыр еті қажет болады. Көріп тұрғандарыңыздай үлкендеу етіп бөліктерге бөліп алғаннан кейін оны 4 бұрыштап турайтын боламыз. Өте уақылы жібермейміз. Орташа көлемде, үлкен де емес, кіші де емес бөліктерге бөліп аламыз. Сірнені негізі қойдың етінен жасайды, бірақ та үй жағдайында кез келген етіңіз болса, міндетті түрде жасап көрсеңіз болады. Барлығын осылай турап аламыз. Пиязымызды да турап аламыз. Пиязды турап болғаннан кейін қазанымызды отқа қойып, майымызды құйып, оған біраз қасық тұз салып жібереміз. Тұзды етті салған кезде шашырап, қолымызды күйдірмеу үшін саламын және жақсылап араластыра отырып қуыратын боламыз. Қуырылу сәті өте маңызды. Егер етті жақсылап қуырып алсаңыз, етіңіз дәмді әрі жұмсақ болып піседі. Араластыра отырып жақсылап қуырып аламыз. Ет қуырылғанша қалған көкөністерімізді турай береміз. Мінекей біздің етіміз жақсылап қуырылды. Бір араластырып жіберіп, осы сәтте мен қара бұрыш еттің дәмін кіргізу үшін жарты ас қасықты толтырмай қара бұрыш салып, оның үстіне пиязымызды салатын боламыз. Пияз бен етті бір араластырып жібереміз де, қалған көкөністерді салған кезде араластырмай үсті-үстіне салып жіберетін боламыз. Болгар бұрыштарын қосамыз. Бұл жерде менде қатырылған болгар бұрышы. Сәбізімізді қосамыз. Бұл жерде ірі менде сәбізім. 2 сағат бұқтыру барысында сәбіздеріміз езіліп кетеді, егер ұсақ қылсаңыз. Барлық көкөністерді ірі турауға тырысамыз. 40 қабат картоп барлығын ретімен араластыра отырып саламыз. Бұл жерде мен қызанақтың орнына үйден жасалған өзімнің томатым бар, осылай қатырылатын. Соның екеуін қостым. Үстіне тағы да 40 қабатымызды қосатын боламыз. Яғни қазанымызды толтырып, адам мүшелеріне санына қарай пісірсеңіздер болады. Осылай баса отырып, картоптарымызды үстіне қоя отырып, барлығын салып алатын боламыз. Ешқандай да су қоспайсыздар бұл жерге. Тұзды бірінші салдық, одан кейін де үстіне аздап тұз салып жібереміз. Тұзды салып болғаннан кейін қалған картоптың бөліктерінде қосып жібереміз. Яғни көріп тұрғандарыңыздай толып тұр бұл жерде. Пісу барысында азаятын болады, сондықтан барынша осылай толтырып және болгар бұрышында қосып, барлығын салып болғаннан кейін қақпағымызды жауып 1,5-2 сағат аралығында жақсылап баяу отта пісіреміз. Мінекей біздің сірнеміз дайын болды. Сондай керемет иісі бұрқырап тұр. Сөлі, ешқандай су қосылмаса да, осындай керемет болып сөлі суы шығатын болады. Аздап араластырып жіберіп, ұсынатын табақтарымызға салып, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Жасалу өте оңай, әрі қонақ келгенде де ерекше, етті деген жұмсақ ауызда еретіндей болып піседі. Міндетті түрде осы рецептпен жасауға кеңес беремін. Сорпасы да молынан нан басып жеуге керемет. Астарыңыз дәмді болсын.